Қайырлы күн достар, сіздермен Азиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді әрі оңай дайындалатын керемет пирог дайындайтын боламыз, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма жазылып, лайк баса кетіңіздер. Ал ендеше кеттік, пирогымызды дайындаймыз. Ең алдымен осындай мискамызды алып аламыз, соған 4 жұмыртқамыз бен қантымызды саламыз, және де дәміне қарай ванилин салатын боламыз, ол маңызды емес әрине. Содан соң оларды жақсылап миксердің көмегімен 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей осындай болып, аппақ болып көтерілгенше осылай араластыратын боламыз. Келесі кезекте сүтіміз бен сұйық майымызды құямыз. Және де қойылтылған сүт, яғни сгущенкамызды саламыз да жақсылап миксермен араластырып алатын боламыз. Енді 1 шай қасық қопсытқышымызды електен өткізілген ұнымызға салып, араластырып аламыз. Содан соң оны 2-ге бөліп салып араластыратын боламыз. Мінекей мен бірінші бөлігін салдым. Енді жақсылап осылай миксермен араластырып алатын боламыз. Мен ұнды шашырамас үшін осылай бір араластырып аламын, миксерді қоспай тұрып, содан соң миксерді қосып жақсылап араластырып алатын боламын. Енді келесі екінші жарты ұнымызды салып, тағы да миксермен араластырып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей массамызды жақсылап араластырып алдық. Енді оны формамызда осылай алып, пергамент қағазын төсейміз де, кольцомызды осылай кигізіп, дайын болған массамызды осы формамызға салатын боламыз. Қандай форма екені маңызды емес, барлық формаларда бара береді. Енді пирогымыздың массасын құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Әрине ол сіздердің пештеріңізге байланысты. Аузын ашпай, жай ғана сыртынан қарасаңыздар болады, әйтпесе көтерілмей қалады. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды, пісіп шықты. Енді оның бетіне осылай қойытылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды бетіне құйып, кішкене осылай жағып шығатын боламыз. Әбден суығаннан кейін пирогымыз міндетті түрде суығаннан кейін жағатын боламыз сгущенкамызды. Содан кейін бетіне әсемдік ретінде мен Қазақстан шоколадын үккіштен өткізіп салдым. Ол маңызды емес, әрине өздеріңіздің қалауыңызша. Мен осылай үгітіп салып шықтым. Сонымен біздің пирогымыз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, дәмді екені көрініп тұр деп ойлаймын. Шаймен жегенге өте керемет кетеді. Мінекей мен ортасын кесіп көрсетіп жатырмын. Дәмі өте керемет болып шығатынына сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Азизаның асханасына қош келдіңіздер. Осындай пирог жасап, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сіздермен болған Азиза.